Неге қазақтар табалдырықты басуға тыйым салғанын білесіз бе? Қазақ халқы баланы тәрбиелеуде тыйым сөздерді кең қолданған. Бұл сөздер тәртіп пен әдептің негізі болған. Табалдырықты баспа үйдің берекесін сақтауға арналған тыйым. Егер табалдырыққа басса, үйдегі береке кетеді деп есептелген. Нанды аяқасты ету үлкен әбестік. Егер нанды тастаса, отбасының нанға деген берекесі азаяды деп сенген. Үлкеннің сөзін бөлме қазақ тәрбиесінің негізгі қағидасы. Егер сөзін бөлсе, бала тәрбиесіз және қатыгез болар деп есептеген. Түнде ысқырма тыныштық пен тәртіп үшін. Егер ысқырса, үйде тыныштық бұзылады, жамандық келеді деп сенген. Тыйым сөздер халықтың тәрбие мектебі. Олар ұрпақты әдеп пен адамгершілікке үйретіп, жамандықтан сақтаған. Қазақ халқында ырымдар жақсылық тілеу мен жамандықтан сақтану мақсатында туған. Тұмар тағу баланы жамандықтан қорғау. Егер тұмар тағылмаса, көз тиіп, бала ауруға немесе бақытсыздыққа ұшырауы мүмкін деп сенген. Балаға ат қою оның тағдырына әсер етеді. Егер есім дұрыс қойылмаса, бала өмірінде қиындықтар көп болады деп сенген. Жолға шығарда бата беру аман есен оралу үшін. Егер бата берілмесе, сапарда қиындықтар кездесуі мүмкін деп есептеген. Шашу қуаныш пен жақсылықтың белгісі. Егер шашу жасалмаса, мереке толы болмайды деп сенген. Ырымдар халықтың сенімі мен дүниетанымының көрінісі. Олар баланы, отбасын және қоғамды қорғаудың жолы болған. Келесі видеода қандай дәстүрді көрсеткенімді қалайсыз? Оның астына жазып кетіңіздер.